Сәлем достар, сіздермен бірге мен Умрая Қадыр. Бүгін біз сіздерге алдыңғы видеодағы уәдеміздей аптасына 3 күннен математикалық есептер видеосын жалғастыратын боламыз. Достар, мен сіздерге сол кезде айтуды ұмытып кетіппін. Біз ол математикалық есептер видеосын сейсенбі, жұма және жексенбі күндері түсіретін боламыз. Ендеше біз кеттік достар. Достар, міне мен алдыңғыдай өз заттарымды дайындап болдым. Біздің алдыңғы тақырыбымыздың аты үлес туралы түсінік болатын, достар. Үлес туралы түсінік. Міне. Достар, міне үлес туралы түсінік. Енді біз алдыңғы видеода мына заттарды жазған болатынбыз. Және де мен сіздерге мына екі тапсырманы түсіндірген болатынмын. Одан кейін мен сіздерге мыналарды көрсетемін дегенмін. Енді мен сіздерге мына тапсырманы және де мына тапсырманы көрсетемін. Енді мынамен келесі бетіндегі есептерді келесі видеода шығаратын боламыз. Достар, міне біз бастаймыз. Бірінші бізде не деген дөңгелектердің қай бөлігінің боялғанын айт дейді. Бұда тек қана біз айтатын боламыз. Дөңгелек төртке бөлінген, және де ол дөңгелектің төрттен бір бөлігі боялған, және де жасыл түспен. Енді бізде екінші дөңгелекті айтатын боламыз. Екінші дөңгелек үш бөлікке бөлінген, және де қызыл түспен боялған. Үшінші дөңгелек тоғыз бөлікке бөлінген, және де бір көк түспен боялған. Енді бізде төртінші сегіз бөлікпен, және де сары түспен біреуі боялған. Енді достар, біз мынаны орындайтын боламыз. Бұда 2-ден 1. Бірінші біз нөмірі 3 деп жазып алайық, достар. Міне нөмірі 3. Достар, міне енді бұда бұлай істейміз. 2 бөлікке бөлінген, және де оның біреуі жасыл түске боялған. Сонда біз бұлай жазамыз. 2-ден 1. Міне достар, 2-ден 1 деп жаздық. Қазір көрсетемін. Міне 2-ден 1. Енді бізде екінші 4-ке бөлінген, және де оның 3 бөлігі боялған. Сондықтан біз бұған 4-тен 3 деп қоямыз. 4-тен 3. Міне 4-тен 3 деп жаздым. Үшінші бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 түсі боялған. 8 бөлікке бөлінген, және де оның 7 түсі боялған. Міне, енді бұда 8-де 7 деп жазамыз. 8-де 7. Міне 8-де 7 деп жаздым. Енді мынада 1, 2, 3, 4. Жоқ, 1, 2, 3. 3 бөлікке бөлінген, және де оның екеуі боялған. 3-те 2. Міне, достар, мен 3-те 2 деп жаздым. Енді бұда 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлікке бөлінген, және де оның 5-еуі боялған. Мінекей. Сондықтан біз 6-да 5 деп жазамыз. Міне. Енді соңғысы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бөлікке бөлінген, және де оның 11-і боялған. 12-де 11. Міне достар, енді біз соңғы есепті орындайтын боламыз. Міне, бұда мен бағана оқып алдым. Осы түстерді бояп, және үлестерімді қасиетіне салып, және де ең кішісі мен ең үлкенін салыстырамыз, достар. Енді біз бірінші бұлардың сызып алайық. Бірінші номерлейік. Номері
4. Міне номер 4 енді белгілеп алайық. Міне достар, міне біріншісі, екіншісі 4-ке бөлінген. Міне үшіншісі 8-ге бөлінген достар. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достар, енді біз бұны бояймыз. Мен өзім сары түспен бояғым келіп тұр. Ең біріншісін мына жақтарын сары түспен бояймыз. Міне достар, сары түске боядым. Енді бұның астына үйлестірімді қасиетін жазатын боламыз. Біз міне бұда 2-де 1 болады. 2-де 2 бөлшектен біреу боялған еткені. Енді біз келесі мен жасыл түске бояймын. Міне бұдан 2 бөлігін бояймын. Міне достар, 2 бөлігін боядым жасыл түспен. Енді осының үйлестірімді қасиетін жазатын боламыз. Міне 4-те 2 болып саналады. Енді үшінші ол бізде 8, және мен оны күлгін түске бояймын. Енді біз бұда мен өзім 4-еуін бояғым келіп тұр. Міне. Жоқ, достар, барлығын бояй салайық. Енді біз барлығын бояған кезде үйлестірімді қасиетіне 8-дің барлығы болып тұрғаннан соң 8-де 8 деп жазатын боламыз. Міне достар, біз 4-ші тапсырманы да бітуге жақын қалдық. Енді осының ең үлкені мен ең кішісін салыстырамыз. 2-де 8. 2-ден 1 и 8-де 8. Достар, бізде бірінші мұна екеуі мұнау көп болып тұр, ал үстіндегіден мұнау көп болып тұр. Сондықтан біз бұны бұлай мұнаған белгілейтін боламыз. Өйткені бұл бізде үлкен. Енді біз осыны керісінше қарап салатын боламыз. 8-де 8, 2-де 1. Енді бұда 2-ден 1 кем болады. Міне бұда да дәл солай, бірақ көрсетілген белгісі басқа болады. Енді достар, біз бүкіл видеомызды біттік. Ал қалған мұна 5-ші тапсырманы келесі бөлімде көресіздер. Ол үшін осы видеоны жалғастыру үшін лайк басып, және де сол 5-ші тапсырма, және де сіздерге 5-ші тапсырма, мұна тапсырма, және де мұна 7-ші тапсырманы көрсететін боламын. Достар, видеоны лайк басып, төмендегі подписаться деген қызыл кнопканы басып, және де комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Егер де сіздер подписаться деген қоңырауды басатын болсаңыздар, біздің арнамызға тіркелесіздер, және де біздің жаңа шыққан видеоларымызды ең алғаш рет көретін боласыздар. Енді біз алдағы уақытта қандай видео салайық, соның бәрін комментарийге жазып, лайк басыңыздар. Біздің видеомыз аяқталды, достар.